Бір күні Күнту мен Айсұлу ауыл сыртында ойнап жүрді. Кенет олардың алдына аппақ кішкентай марал шыға келді. Бұл марал әдеттегі маралдарға ұқсамайтын. Ол әр секірген сайын алтын түсте сәуле шығарып, айналасына нұр төгеді екен. Олар ақ маралды қуалай жөнелді. Жасыл жайлау біртіндеп төбелі жерге, одан соң қою орманға айналды. Қараңғылық жайлап түсе бастады. Түннің тыныштығы айналаны меңдеді. Бірақ балалар бұған мән бермеді. Орманға тереңірек кірген сайын жел құрғақ бұтақтарды тербеп, әлсіз дыбыстар шығарды. Түн қараңғысында алыстан жылт-жылт еткен қара көздер көрінді. Күнту мен Айсұлу қорқып тоқтап қалды. Артына қараса, таныс ауыл түн құшағында ғайып болған еді. Аспандағы жұлдыздар бұл көріністі көріп қарап тұрды. Олар мазасыз жыпылықтап, «Омай, омай, омай» деп шақырды. Жұлдыздардың үнін естіген Омай ана қасиетті сүт көліне барып, бір тостаған жылы сүт алып, алтын тұманға оранып, түнгі аспанның баяу төмендеді. Ол Күнту мен Айсұлуға жақындап, оларға сүт ұсынды. Балалар сүт ішкен соң, жүректеріндегі қорқыныш біртіндеп сейіле бастады. Омай ана олардың қолдарынан ұстап, түн қараңғылығынан алып шығып, туған ауылдарына жеткізді. Омай ана Күнту мен Айсұлуды бір үйдің артына жасырды да, «Бұл біздің құпиямыз, ешкімге айтпаңдар», деді. Содан кейін ғайып болды. Ол аңыз емес, ол балаларға мейірім мен қорған бола білетін жебеуші. Ол бір кезде аққу бейнесінде түнгі аспанда айналып ұшып, балаларға жол сілтейді. Бір кезде ауыл шетіндегі бұлақ жанында үнсіз отырып, алыс кеткендердің оралуын күтеді. Омай ана бір ғана балаға емес, жалғыз қалған, қорыққан, өсу жолындағы әр балаға тиесілі. Адамдар оның алыстағы сүт көлі жағасында өмір сүретінін айтады. Әрдайым тыныш, жылы мекенде. Оның қамқорлығын көрген әрбір бала ер жеткенде жүрегінің түкпірінде бір есімді ұмытпай сақтайды. Омай ана. Ол ешқашан мақтанбайды, тек түн тыныштығында үнсіз күзетте болады. Самалдағы сыбдырдай, түсіндегі әлсіз жарықтай.